Қайырлы күн, достым, қайырлы таң болсын. Аптаның әр күні сәттілікке толсын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сенбі күні сабақ аз. Сабақтың мақсаты тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну және кейіпкерлер мен оқиғалардың ретін анықтау. Таныс сөздерден құрастырылған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну. Сөздік дәптерлеріңді ашыңдар, балалар. Жаңа сөздерді жазайық. Новые слова, ребята, записываем словарик. Хайуанаттар бағы, зоопарк. Ертең, завтра. Кеше, вчера. Бүгін, сегодня. Хайуанаттар бағы. Ертең. Кеше. Бүгін. Жақсы, балалар. Ал қазір мәтінді тыңдайсыңдар, қайталайсыңдар және оқисыңдар. Бұл мәтін оқулықтың 101-ші бетінде. Откройте учебники, ребята, на 101-й странице. Там есть текст. Слушаем. Бүгін сенбі. Ертең жексенбі. Әлібек саябаққа барады. Анель ата-анасымен хайуанаттар бағына барады. Анна тауға шығады. Саша досымен ойнайды. Қайталаңдар, балалар. Бүгін сенбі. Ертең жексенбі. Әлібек саябаққа барады. Анель ата-анасымен хайуанаттар бағына барады. Анна тауға шығады. Саша досымен ойнайды. Жарайсыңдар, балалар. Молодцы, ребята. Ал енді осы мәтіннің ішінен жаңа сөздерді табайық. Давайте, ребята, найдем новые слова в этом тексте. Дұрыс, балалар. Бүгін, сегодня. Ертең, завтра. Хайуанаттар бағына, в зоопарк. Енді, балалар, сұрақтарға жауап берейік. Бұл мәтін арқылы. По этому тексту нужно ответить на вопросы. Бүгін қай күн? Ертең қай күн? Әлібек қайда барады? Анель қайда барады? Анна қайда шығады? Саша кіммен ойнады? Давайте-ка проверим, ребята. Бүгін қай күн? Дұрыс. Бүгін сенбі. Ертең қай күн? Ертең жексенбі.
Әлібек қайда барады? Әлібек саябаққа барады. Саябақ – парк. Анель қайда барады? Анель ата-анасымен хайуанаттар бағына барады. Хайуанаттар бағына – зоопарк. Анна қайда шығады? Анна тауға шығады. Тауға – в горы или на гору. Саша досымен, Саша кіммен ойнайды? Саша досымен ойнайды. Досымен с друга. Жарайсыңдар, балалар. Молодцы, ребята. Келесі тапсырма диалогты оқыңдар. Оқулықтың 102-ші бетінде осындай диалог бар. Осы диалогты, балалар, ата-аналарымен рөлдеп оқып шығыңдар. На странице 102 учебника есть вот такой диалог, ребята. Вы должны этот диалог дома почитать по ролям с родителями. Анна, бүгін қай күн? Анна, сегодня какой день? Бүгін дүйсенбі, ертең сейсенбі. Сегодня понедельник, завтра вторник. Бүгін сабақ көп, бүгін 6 сабақ болады. Сегодня уроков много, сегодня 6 уроков будет. Саша, ертең неше сабақ болады? Саша, завтра сколько уроков будет? Ертең 5 сабақ. Ертең сабақ аз. Завтра 5 уроков. Завтра уроков мало. Аз, мало. Көп, много. Анель, ертең неше сабақ болады? Анель, завтра сколько будет уроков? Ертең 4 сабақ болады. Завтра будет 4 урока. Ертең сабақ аз. Завтра уроков мало. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма өте қызықты. Кестені пайдаланып, кімнің не істейтінін айтыңдар. Мысалы, Әлібек сейсенбіде шахмат ойнайды. Әлібек жұмада кітап оқиды. Ребята, теперь заполните таблицу. Ответьте на вопросы. Кто из ребят что делает и в какой день недели? Например, Әлібек играет во вторник в шахматы. Или же Әлібек в пятницу читает книгу. Әлібек сейсенбіде шахмат ойнайды. Әлібек жұмада кітап оқиды. Дальше попробуйте сами. Жарайсыңдар. Қанеки тексерейік. Әлібек сейсенбіде шахмат ойнайды. Әлібек жұмада кітап оқиды. Анна сәрсенбіде қуыршақ ойнайды. Анна жексенбіде хайуанаттар бағына барады. Саша сейсенбіде бассейнге барады. Саша бейсенбіде доп ойнайды. Анель
дүйсенбіде әткеншек тебеді. Анель сенбіде велосипед тебеді. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма дәптерде орындаймыз. Келесі тапсырманы дәптерде орындаймыз. Дәптерлеріңді ашыңдар. Сәуірдің 27-сі деп жазыңдар. Следующее упражнение, ребята, выполняем в тетради. Запишите сегодняшнее число сәуірдің 27-сі. И выполните, пожалуйста, задание. Вместо точек нужно вставить нужные слова. Қажетті сөздер. И предложение запишите в тетрадь. Жарайсыңдар. Ал қазір ойын ойнаймыз. Суреттерді сөйлемдермен сәйкестіріп оқыңдар. Нужно, ребята, подобрать к этим предложениям картинки. Видите, в звездочках есть номера. Вы должны подобрать эти звездочки, вернее, эти картинки со звездочками к предложениям. Нужно соотнести их. Мысалы, например, дүйсенбіде сабақ басталады. В понедельник начинается урок. Ищу картинку. Это картинка со звездочкой 4. Поэтому сюда ставим цифру 4. Сейсенбіде әткеншек тебемін. Ищем эту картинку. Сәрсенбіде мультфильм көремін. Бейсенбіде велосипед тебемін. Жұмада сурет саламын. Сенбіде доп ойнаймын. Жексенбіде саябаққа барамын. Молодцы, ребят. Следующее задание. Давайте-ка повторим. Өзіңді тексер. Сенбі, сейсенбі, жұма, бейсенбі, сәрсенбі, дүйсенбі, жексенбі. Бүгін дүйсенбі, кеше жексенбі, ертең сейсенбі. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді жетістік баспалдағы арқылы рефлексия жасайық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.